Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осында хит болып жатқан сабын гүлдерді осындай картинкаға жинайтын боламыз сыйлық ретінде, және де осыған керек заттарды экранға көрсетіп кетемін. Гүлімізді жинамас бұрын осындай қорабымыздың ішіндегі оазисін бөлек алып аламыз. Және де бізге осындай тишу қағазы керек. Оны мен алдына екіге бөліп қойған болатынмын. Ол екі қабаттан тұрады. Екі қабатын бір-бірінен ажыратып аламыз. Екі бөлікке бүктеп аламыз осылай. Екі бөлікке бүктеп алғаннан кейін ары қарай оны жиыра отырамыз осылай. Жиырып аламыз. Барлық бөлігін жиырып болған соң қорабымызға клей жағамыз. Және де осы жиырған қағазымызды осы қорабымызға әдемілеп жабыстырып шығамыз. Бұл тишу қағазы не үшін жабыстырылып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бұл тишу қағазын мен бір жағынан әдем болып тұру үшін, бір жағынан осы шпажкаларымыз көрініп тұрмау үшін жабыстырып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты басқаша да әдемі қылдырып жабыстырсаңыздар болады. Мен өзім осылай жасаймын. Сол әдісімен сіздермен бөлісе кеткім келді. Келесі бөлігінде дәл осылай қайталап шығамыз, жиырып алып, әдемілеп жабыстырып шығамыз. Жаңағы алып тастаған оазисімізді қайттан ішіне саламыз. Клеймен жабыстырып шығамыз. Түсіп қалмасы үшін. Қорабымыз дайын болды. Гүлімізді ашу үшін бізге фен қажет. Феннен бөлек бумен де ашуға болады. Феннің кез келген түрін қолдануға болады. Менде осындай фен. Бұл смалаға және де басқа да қолөнерлерге арналған фен. Фенмен бір-екі рет өтіп, осылай жібіте отырып, күлте жапырақшаларын осылай қайра отырып ашып аламыз. Және де тағы да бір әдісі бар. Ол осындай жасыл жапырақтарын қиып өтеміз, шеттерінен білдіртпей. Сол кезде гүлді бұдан да кеңірек ашуға болады. Гүлімізді ашып болдық. Мінекей айырмашылығы. Ендігі кезек осындай шпажкамызды алып, басына клей жағамыз. Және де оны осы сабын гүлімізге тегізіп қоямыз. Сол кезде бізде осындай таяғы пайда болады. Оның артық сабағын қиып тастаймыз. Және де гүлдің шеткі бөліктерін міндетті түрде қиғаш қадағаны дұрыс. Ол гүлге объем беріп тұрады, әрі әдемілік беріп тұрады. Гүліміздің ашу әдісін тағы да қайталап өтейін. Гүліміздің сабақтарын осындай жасыл жапырақтарын қиып тастаймыз. Және де фенмен бір-екі рет осылай өтеміз. Ол гүл жібігеннен кейін осылай күлте жапырақшаларын
кеңейту үшін қайырып отырамыз. Сіздерге бұдан да кеңірек объем болу үшін қайырсаңыздар болады. Маған кішкене ғана қайырған ұнайды. Әркімнің талғамына байланысты жасаса болады. Гүлімізді ары қарай қорабымызға қадаймыз. Гүлдің осындай 3 түсінен қолданамыз. Алдында қолданған шпажкамыздың келесі бөлігінде оны іске де жаратуға болады. Басын пышақпен ұштап жеріп, қайта келесі гүлге клеймен бекітіп жерсек болады. Бір шпажканы 3 рет не болмаса 2 рет қолданса болады. Ары қарай бағанағы көрсеткендегідей барлық гүлдерді қайталап қадап шығамыз. Букетіміз дайын болды. Енді қорабымыздың сыртын лентамен әрлеп шығамыз. Лентаға клей жағамыз. Лентамызды қораптың көлеміне сай өлшеп аламыз. Осы арада лентамызды артығымен кесіп алып, бантикті байлай салуға да болады. Олай бантикті байлау кішкене қиынырақ болғандықтан мен кішкене оңайырақ тәсілін сіздерге көрсетемін. Осылай лентамызды байлап болған соң, келесі лентамызды аламыз, кішкене бөлігін кесіп аламыз, көз мөлшермен өлшеп. Одан кішкене үлкенірек кесіп аламыз, және де екі бөлігін шеттерін шашақтанып кетпеу үшін зажигалкамен күйдіріп шығамыз. Екінші бөлігінде солай жасап шығамыз. Енді осы ленталарымызды клеймен жабыстырып шығамыз, кольцо тәріздес етіп. Екіншісінде дәл солай клеймен клейлеп шығамыз. Екеуін бір-бірінің үстіне қоямыз, және де осы ленталарымызды ақырын жиырып аламыз, осылай әдемілеп, және де осындай жіппен ортасын байлап тастаймыз. Артық жібін қиып тастаймыз. Мінекей бантигіміз дайын болды.
Енді осы бантигімізге лентаның кішкене бөлігін қиып алып, екі жағын видеодағыдай жабыстырып шығамыз. Екі жағын осылай жабыстырғаннан кейін осы лентамызды бантигімізге жабыстырып тастаймыз. Дайын болған бантигімізге клей жағып, қораптағы лентаның үстіне жабыстырып шығамыз. Мінекей осылайша қорабымызды осылай әрлеп болдық. Ендігі кезек бізге осындай сары түсті ұсақ гүлдер керек. Оның екі бөлігін біз осындай шпажкаға өткіземіз. Бір данасын өткіздік. Енді екінші данасын осы шпажкамыздан өткіземіз. Ұсақ гүлімізді шпажкадан өткізіп болған соң, осылай клеймен бекітіп тастаймыз. Шпажкамыздың артық бөлігін қиып тастаймыз, өзімізге керек мөлшерде. Осылайша қайталай отырып, осындай бірнеше дана жасап қоямыз. Ұсақ гүлдеріміз дайын болды, шпажкаға қадалған. Осы дайын болған ұсақ гүлдерімізді букетіміздің ашық жерлеріне қадап шығамыз. Бұл әрі сән беріп тұрады, әрі осылай ашық жерлерін жауып тұрады. Осылайша барлығын қадап шығамыз. Мінекей букетімізді дайын болып қалды. Осы букетке бізде 17 штук гүл кетті. Бізде осындай әдемі букет дайын болды. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.